Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 80-ші сабақ жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабақта сіздер жұрнақ пен жалғауды ажыратуды, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыруды үйренесіздер. 67-ші жаттығу. Мәтінді оқып, жұмбақ шалдың не дегенін болжап айт. Әсет пен Нәркес денсаулық еліне бармақшы болды. Жолда оларға жұмбақ шал кездесіп, жөн сілтейді. Ол балаларға жер, күн, ауа туралы жұмбақ сауалдар қояды. Балалар сұрақтарға толық жауап береді. Оларға риза болған жұмбақ шал деп көзден ғайып болады. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Жер, күн, ауаның адам денсаулығына әсері туралы топта талқыла дейді. Бізде бұл жерде жұмбақ шалдың қандай жұмбақ қойғанын біз табуымыз керек. Жұмбақ шал: жер шарын ауа қоршап тұр. Ауасыз кім шыдар? Ауасыз адамдар, жануарлар, өсімдіктер тұншығар. Жер, күн, ауа адамға өмір сыйлайды. Олар біздің тіршілік көзіміз деп көзден ғайып болады. Енді мәтін бойынша сұрақтар құрастырамыз. Бұл жерде мәтін мазмұны бойынша бірінші сұрақ: Әсет пен Нәркес қайда бармақшы болды? Осындай сұрақ құрастырсаңыздар болады. Немесе жолда оларға кім кездесті? Осы екі сұрақты қарастырып көруге болады. Жер, күн, ауаның адам денсаулығына әсері туралы топта талқыла дейді. Жер болмаса, тіршілік болмас еді. Ал күн болмаса, жердің беті мұз басар еді. Ауа болмаса, барлық тіршілік иелері тұншығатын еді. Сондықтан бұл үшеуінің адам денсаулығына әсері өте маңызды. 68-ші жаттығу. Мақалдарды жатқа жаз. Денсаулық зор байлық. Жалқаудың жаны тәтті, еңбектің наны тәтті. Қарамен жазылған сөздердегі жұрнақ пен жалғауды тиісті белгілермен белгіле. Байлық түбірі бай, лық жұрнақ. Жалқаудың түбірі жалқау, дың жалғау. Еңбектің түбірі еңбек, тің жалғау. Осылай белгілеп шығамыз. Әрі қарай бізде 69-ші жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып күн тәртібі тақырыбында әңгіме құрастыр. Берілген тірек сөздер: ерте тұру, демалу, тамақ ішу, сабаққа дайындалу, ойнау, кітап оқу. Тақырыбы күн тәртібі. Мен күнде ерте тұрамын. Ерте тұрып, сабаққа барамын. Сабақтан келіп, тамағымды ішемін. Кейін сабаққа дайындаламын. Кешке ойнап болған соң кітап оқып демаламын. Күнімді пайдалы өткізуге тырысамын. Осындай қысқаша әңгіме құрастыруға болады. Келесі бізде 70-ші жаттығу. Бұл жаттығуда сөздерді жұрнақ жалғау арқылы өзгертіп жазамыз. Керекті жұрнақтар: шік, шы, кер, дық, ті. Берілген сөздер: іс, орын, талап, көл, қобыз. Бірінші бізде іскер, түбірі іс, кер жұрнақ. Орындық, түбірі орын, дық жалғау. Талапшыл, түбірі талап, шыл жұрнақ. Көлшік, түбірі көл, шік жұрнақ. Қобызшы, түбірі қобыз, шы жұрнақ. Келесі 71-ші жаттығу. 71-ші жаттығуды оқимыз. Суреттегі ренжіген балалардың қайсысын қалай жұбатар едің дейді. Бірінші суретте балалар шахмат ойнап отыр. Бір бала ашуланып отыр, өйткені ол жеңіліп отыр. Бұл қалыпты жағдай. Ал екінші суретте бала күшігінің қасында жылап тұр екен. Яғни мен екінші суреттегі балаға көмектесер едім. Ең алдымен оның не үшін жылап тұрғанын сұрап, қалаған нәрсесін алып беретін едім, болмаса бірге жасауға көмектесер едім.